Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдік. Көкеменбек сабағы. Бүгін біз ою-өрнек жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге қалам, қайшы және ақ парақ керек. Ол үшін біз ою-өрнектің суретін саламыз. Менде осындай ою-өрнектің шықты. Енді оны кесу керек. Міне балалар, менде осындай ою-өрнек дайын болды. Енді осыны қаламмен бастырып шығамыз. Міне балалар, мен екінші жағын бастырып шықтым. Менде осындай ою-өрнек шықты. Сендер де осындай ою-өрнектер жасасаңдар болады. Бұл ою-өрнекті бояғыларын келсеңдер, бояп шығасыңдар және тағы бір ақ парақ алып, соның бетіне жабыстырсаңдар болады. Мен осындай орташа ою-өрнек жасадым. Сау болыңдар балалар.